Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарыштағы ас мәзірі. Мақсаты ғарыштағы ас мәзірі туралы білу, сұрау мағынадағы сөздерді қолданып үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Меню в космосе». Сегодня узнаем про меню и еду в космосе, а также научимся использовать вопросительные слова и составлять с ними вопросы. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер ас мәзірі меню, сықпа тюбик, кептірілген сушеный, іздеу искать, ауыр, тяжелый. Жақсы балалар, жаңа сөздерді оқимыз, сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Енді балалар суретке қарап, ғарыштағы ас мәзірі және тағамдар қандай болады деген сұраққа жауап берейік. Ребята, посмотрев на картинку, попробуйте предположить, какое же меню еда бывает в космосе. Енді жауабын білу үшін мәтінді оқимыз. 4-ші тапсырма. Ғарышта ғарышкерлер түрлі ас мәзірін пайдалана алады. Олардың тағамдары арнайы сықпада болады. Бұл сықпалардың ішінде жеміс кеселдері, сүтті кофе, борщ, саңырауқұлақ сорпасы, түрлі ботқа, тауық еті болады. Ғарышкерлерге сықпадағы тағамдарды алып жүру, қолдану өте ыңғайлы. Сықпадағы тағамның дәмі өзгермейді, оның тек салмағы азаяды. Алғашында ғарышкерлер үшін кептірілген тағамдар дайындалған. Алайда олар үнемі үгітіліп кететін, сондықтан ғалымдар арнайы сықпаларды ойлап тапқан. Жақсы балалар, мәтінді тағы бір рет оқимыз, аудармасымен танысамыз және де бірнеше сұраққа жауап береміз. Теперь, ребята, давайте попробуем по тексту устно ответить на несколько вопросов. Бірінші, мәтінде неше сөйлем бар? Сколько предложений есть в тексте? Мәтінде 9 сөйлем бар. Екінші сұрақ, сөйлем соңында неліктен нүкте қойылған? Почему в конце предложения ставится точка? Өйткені жай хабарлай айтылған сөйлемнің соңына әрқашан нүкте қойылады. Потому что в конце законченного повествовательного предложения всегда ставится точка, да? Жақсы балалар. Енді келесі грамматика, яғни есте сақта. Ребята, как я ранее говорила, сегодня с вами научимся составлять вопросы, используя вопросительные слова. Для этого давайте повторим данные вопросительные слова. Кім, кто, не, что, қандай, какой, қайда, куда, либо где, қашан, когда, қанша, сколько, не істейді, что делает, неге, зачем, либо почему, не себепті, по какой причине, және неліктен переводится как почему. Теперь, ребята, самостоятельно ознакомьтесь с образцом, то есть как используются данные вопросительные слова в предложениях. А также вопросительное предложение можно составить с помощью вопросительных частиц бабе, маме и папе. То есть вы эти частицы можете использовать в конце повествовательного предложения. Таким образом образуется вопросительное предложение. Мысалы, сен ғарышқа ұшасың ба? Сен ғарыш туралы көп білесің бе? Ғарышта ауа бар ма? Скафандр жеңіл ме? Бұл сұқпадағы тосап па? Ғарыш кемесін айлаққа әкеліп бе? Ребята, обратите внимание, как используются данные частицы. Жақсы, ереже түсінікті болса, если вам понятно, теперь давайте
По тексту, который мы ранее прочитали, составим несколько вопросов. Яғни 5-ші тапсырма мәтін бойынша сұрақ құрастырып жаз. Мысалы, ғарышқа қандай тағамдар алуға болады? То есть, какую еду можно взять в космос? Таким образом, вы составляете несколько вопросов по тексту и пишете это в тетради. Ендігі үй тапсырмасы. Жаңа сөздерді жаттау. Домашнее задание – выучить новые слова. Ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.